Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін өте дәмді печенье дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамызға қандымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне майымызды қосамыз. Сары майымызды жақсылап араластырып, енді үстіне сүзгіштен өткен ұнымызға қопсытқышымызды қосып, жаңағы дайын массамызға саламыз. Аз-аздан салып араластырамыз. Тағы да саламыз ұнымызды. Аз-аздан салып араластырамыз. Өте оңай печенье. Дәмді. Дайындап көріңіздер. Тағы да міне. Осылай ұн біткенше аз-аздан салып отырасыздар. Енді қолмен араластырамыз. Қолмен араластырып, сосын 30 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Міне осындай масса шығу керек, қою. Жақсылап араластырып, салафанға салып, холодильникке қойып қоямыз. Отыз минут өтті. Енді жаямыз. Қалыңдығын өздеріңіз білесіздер. Қаншалықты қалың қылғыларыңыз келеді. Егер қытырлақ қылғыларыңыз келсе, онда жұқа қыласыздар. 1 миллиметрден де жұқа қыласыздар. Мен де мына жерде орташа, қатты қалың емес, қатты жұқа емес, бетіне қант септім. Қолмен кішкене бастым. Қанты сіңу үшін. Енді жүрекше формасымен осылай кесіп алам. Қызып тұрған духовкаға қарап отырасыздар. 20 минут дайын болады. Пісіріп көріңіздер, өте оңай. Бүкіл ингредиенттері де оңай. Осылай формамызға, противенімізге қоямыз. Мінекейіңіз, печеньеларымыз дайын. Комментарий жазып, лайк басып